Ильяс Жансүгіров 1894 жылы 5 мамырда Ақсу ауданы Ресей империясында дүниеге келген. Ильяс Жансүгіровтің әңгімесі қуыршақ. Қуыршақ деген кішкене кісі, аяғы, қолы бар, аузы, мұрны бар, белі буылы, шені сұғулы, төсегі салулы, ішпейді, жемейді, қолдан жасайды. Базарда сатады, қыз балалар ойнайды, бірінен бірі алады. Қуыршақ үндемейді, берсе кетеді, алса келеді. Тіл болмайды, үн болмайды. Жоқ, бекер, қуыршақ үлкен кісі. Аяғы, қолы бар, аузы, мұрны бар, белі буылы, шені сұғулы, төсегі салулы, ішеді, жейді, қолдан жасамайды, қатыннан туады. Базарда сатпайды, қазақта сатады. Сақалды балалар ойнайды, бірінен бірі алады. Берсе кетеді, алса келеді. Тіл болмайды, үн болмайды. Күндердің бір күні ауданы Бадам, ауылы 6-шы, Қасымбекұлы Әбдірахым деген адам қуыршақ іздеп Шымкент қаласындағы Құрият көшесін қыдырыстырып келе жатты. Кеңжетайдың қақпасына тоқтай қалды. Бабас осында тұра ма? Қай бабас? Кәдімгі ағаш төресі Сәрсенов. Осында. Бабас шығады. Кәні бабас, қарындасына қанша сұрайсың? Әуелі көр, қолайына жақса. Көріп тұрмын, құнтақты қолдан жасалған қуыршағындай бала екен. Тек саудасына келіссек. 1000 жарым сол пұл бер. Ал. Жолдас, ұстаған жерден ағашта сынбайды. Өзің деген қызметкердің, оқыған адамның бірісің. Совет тұсындағы қыздың бағасының арзандығын қалай білмейсің? Берсең 1000 сом, артыққа ала алмаймын. Бір ат қос. Мейлі, бопты. Сауда бітті. Қой сойылды. Құда түсті. Бабасқа 700 сом өтті. Әбдірахым қыз қойнында. Пұлы берілген. Ильяс Жансүгіровтің 1929 жылы жарық көрген «Қуыршақ» атты әңгімесін біз сіздерге бүгін жарияладық. Ал ендеше оқырмандар, тыңдармандар, сіздерді Ильяс Жансүгіровтің туындыларын оқуға шақырамын.